қазақ интернет сайттары өздері жеке бағыт, жеке сегмент ретінде 2009-2010 жылдары дами бастады. Соңғы 5 жылдың ішінде олардың даму қарқыны өте жақсы болды. Ол сандық және сапалық жағынан байқауға болады. Мысалы үшін тек қана қоғамдық саяси бағыттағы ақпаратты жазатын, шығаратын сайттардың саны 5 есеге өскен 2009 жылмен салыстырған кезде. Сонымен қатар мазмұндық жағынан да ілгерілеу бар. Жаңа авторлар пайда болды, тақырып аясы кеңейіп жатыр. Соған байланысты қазіргі уақытта бұл сегменттің болашағынан өте үміт көп. Ол ары қаратай дамуы қазіргі күні тікелей қазақ тілді қолданушылардың санының артуымен байланысты. Яғни қазіргі мысалы үшін өсіп келе жатқан жас буын көбінесе қазақ тілін білетін буын. Сондықтан да осы сайтты жасаушылар, жалпы осы саланың мамандарының арасында соған байланысты бір үміт бар болашақтан. Бірақ дегенмен де бұл сайттар қазіргі күннің талабына сай деп айту әлі ерте, себебі қоғамның дамуына байланысты, технологияның дамуына байланысты қоғамдық саяси бағыттағы сайттар бұл өзінің тұтынушыларының жалпы белгілі бір деңгейде ғана қанағаттандырды да, ал жаңа деңгейдегі жалпы өзінің аудиториясын кеңейту үшін бұлар сапалы жағына жаңа деңгейге шығу қажет қазіргі уақытта. Оны мысалы үшін біз 2012-2013 жылдары осы сайттардың рейтингісін жалпы қаралу жағынан қарадық. Сонда осы 1-2 жылдың ішінде олардың аудиториясының бір деңгейде тоқтап қалғанын көрдік. Яғни 5 жылдың ішінде олар үлкен қарқынмен өссе, мысалы үшін Абай КЗ сайтының қаралуы 2010-2013 жылға дейін 10 есе өскен. Бірақ ол былтырғы жылдан бері ол бір уақыт тоқтап қалды. Яғни бұл назар аударатын мәселе тек қана мысалы үшін болашақ ұрпақ өседі, олар келеді, біздің аудиториямызды кеңейтеді деген дұрыс емес. Сондықтан да қазіргі уақытта бағанадан бері мысалы үшін талқылау барысында айтылды, бұл сайттар қазіргі күні заман талабына байланысты технологиялық жағынан, мазмұндық жағынан бейімделе білу керек. Оны өздері сайттың редакторлерінің өздері мойындап отыр. Мысалы үшін кадрдың жетіспейтіндігі, жалпы журналистердің кәсіби деңгейінің әлі де төмендігі сияқты мәселелер бар. Яғни осы мәселелер енді әрине бұл деген жалпы қоғамның деңгейіне байланысты мәселе. Соған байланысты бұл сайттар әлі де дамиды деген үміт бар. Соған жалпы бұл зерттеудің негізгі бастардың алдындағы менде маған түрткі болған нәрсе бұл мынау қоғамдық саяси бағыттағы сайттардың мазмұны қоғамның саяси мәдениетіне қалай әсер етеді. Яғни біз жаңа буынға қандай құндылықтарды бере аламыз деген сұрақ болатын. Зерттеу нәтижесінде өкінішке қарай бұл құндылықтар заман талабына әлі сай емес екендігін туралы өзім ой түйдім. Неліктен? Себебі бұлар мысалы үшін саяси сегменттелу қазір уақытта байқалмайды. Мысалы үшін нақты тіпті қарапайым мысал, енді ол биліктің қарамағындағы бақтарды айтып отқан жоқпын, интернет бақтарды. Жалпы мысалы үшін өзін тәуелсіз деп есептейтін бақтарды алып қарасақ, олардың саяси бағыты айқын емес. Яғни конъюнктуралық басым. Мысалы үшін кім тапсырыс береді, соның ыңғайына қаратай ығып кету деген бар да. Ал мысалы үшін оппозициялық болып, тек қана бір жақты болып бөліну жоқ. Бірақ та бір қауіпті нәрсесі бұлар мысалы үшін діни көзқарас бойынша сегменттелу қазіргі күні байқалып отыр, оны мысалы үшін мойындап отыр, бірақ жалпы көпшілікке ол мәселе әлі де айқын емес. Бірақ та мысалы үшін осы саланың мамандарының айтуы бойынша осы діни бір ыңғайға қаратай, оның ішінде салафиттік ағым, сопылық ағым деген сияқты соған байланысты бейімделу бар. Бұл менің ойымша өте қауіпті құбылыс біздің қоғам үшін. Өйткені қазіргі күні біз өткенде мен аймақтарда болдым, батыс аймақтарында. Сонда бізде діни экстремизм мен терроризмнің бірден бір даму себебі бұл осы ақпараттық технологиялардың дамуымен тікелей байланысты. Яғни интернет арқылы жастардың әсіресе көптеген жаңағы экстремистік бағыттағы роликтерді көру арқылы олар мысалы үшін ешкім сырттан ықпалсыз-ақ ол өзін дайын радикал исламистке айналған. Осы орайда біздің қазақ сайттарының деңгейінің әлі де төмен болуы, осы жағдайда олардың мысалы үшін бәсекеге түсе алмауы, осы орайда бір менің ойымша жағымсыз фактор өсіп келеді.